Мұғалімнің жеке құжаттарын қарау үшін комиссия мүшесінің юрлицосымен, болмаса директордың юрлицосымен кіресіз. Так, фамилия шығады. Астына басасыз. Енді мына жерде білім беру ұйымы дегенді таңдайсыз. Осы жерде, мына жерде көрсеңіз, фамилияны жазсаңыз болмады, болмаса иін жазсаңыз болады. Міне мына мұғалім фамилиясын жаздым. Мына жерде астында тұр. Тауып аламын, ашамын осы мұғалімді. Енді мына жерде ең бірінші болып диплом тұру керек. Дипломды қарау үшін мына жағын басасыз, мына скрепканы басасыз. Файлды қарайсыз. Файлды қарайсыз. Диплом тұр, және қосымшасы тұру керек, диплом мен қосымшасы бірге жүктелу керек. Енді дұрыс болмаған жағдайда мына жерде карандаш тұр, редактировать етесіз. Сосын мына жерде дұрыс болмаса жоясыз да қайтадан мынаны жүктеп, одан кейін ECP-мен қол қойып сақтайсыз. Осылай жөндейсіз. Одан кейін дипломнан басқа сізде бұл жерде еңбек кітапшасы тұрады. Еңбек кітапшасы еңбек өтіліңізді растайтындай бүкіл беттері түсу қажет, және тұнық, анық болу керек. Егер дұрыс болмаса жойып қайтадан жүктейсіз. Мынаны қарайсыз мысалға. Қарап қанша бүкіл беті толық түсті ма, соны қарайсыз. Мына жерде мысалға астында қарасаңыз 9 бет тұр, көрдіңіз бе? 9 бет. Дұрыс болмаса қайтадан жөндеуге болады. Енді оның астында сіздің санатыңыз, қазіргі уақытқа дейінгі қандай санаттасыз. Мына жерді барып ашсаңыз қарауға болады. Файлды қарайсыз. Яғни сізде мысалы қазір модератор санаты болса, модератор санатын алған кезде сіз приказ, бұйрық шығады. Сол бұйрықпен бірге жүктейсіз. Көрдіңіз бе? Бұйрығымен бірге жүктейсіз міндетті түрде. Енді мына жерді басасыз. Бұл жерде шешім тағайындау болады. Егер шешім дұрыс болмаса, мысалға мына жерде карандашты басасыз да шешімін өзгертесіз. 20-шы жылы тағайындалған бұл кісі модератор болып. Осылай жөндеп қоясыздар. Егер сіздің стажыңыз дұрыс болмаса, мына карандашты басасыз. Карандашты жазасыз, мысалы 18 дейсіз де, мынаны қайтадан басасыз, сақтау деп. Мен 17 дейін, мынаны сақтайсыз, көрдіңіз бе? Сақталды. Енді барлық өзгерістерді міндетті түрде ECP-мен қол қоясыз. ECP-мен қол қоймасаңыз, ол сақталмайды. Көрдіңіз бе? Сақталмайды. Аттестаттауға өтініш бермей тұрып, осындай бірінші негізгі құжаттарыңызды реттеп алуыңыз қажет. Сосын мына ECP-мен қолғаннан кейін жаңағы өзгертілді деп шығу керек. Сақталды, өзгертілді деп өзі жоғар жағында андай сообщение ретінде шығып тұрады. Сақталды мәліметіңіз. Дұрыс болмаса қайтадан жөндеуге болады.